Жат ағым өкілдері қыз балаларды жас сайыннан тұрмысқа беріп жатады. Бұндай фактілер мынау еліміздің батыс аймақтарында көптеп кездесті. Әрине бұл біріншіден дінімізге қайшы. Дінімізде қыз баланың біріншіден балиғат жасына жетуі, одан кейін оның ақыл есінің толуы, физиологиялық тұрғыдан да ер жетіп бой жетуі өте маңызды. Сонымен қатар неке қию үшін қыз баланың өзінің еркі таңдауы өте маңызды. Қыз баланың жаңа айтқандай кішкентай кезінде атастырып қойса да, ол ер жеткеннен кейін таңдау еркі беріледі. Сондықтан көне кейбір салттар қазіргі таңда қазақ халқында да қолданылмайды. Яғни бес құда, бесік кертпе деген сияқты салттардың өзінде қыз бала бой жеткеннен кейін егер қаласа басқа өзінің таңдауын жасай алады. Сондықтан жат ағымдардың бұл әрекеті әрине қоғамда көптеген түсініспеушілікке алып барып жатыр. Бұл дінімізге де қайшы. Сондықтан бұндай әрекеттерден абай болу керек. Бұл дінге де салт дәстүрге де қайшы.